Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз мидың құрылысы мен қызметтері. Организмнің сыртқы ортамен байланысын қамтамасыз ететін ең басты орталыққа ми жатады. Өздеріңіз көріп отырғандай, адамның миы ол ақпараттың үлкен көлемін қабылдай отырып, оны өңдеуге қабілетті күрделі мүше болып табылады. Ал ми бас сүйектің ми сауытының ішінде орналасқан. Мидың салмағы 1300-1400 грамм. Адам баласының ми құрылысы 35 миллиард жасушадан тұрады. Әрбір жасушаның өзіндік атқаратын қызметі бар. Сіздер білесіздер, ми ақ және сұр заттан тұрады. Мидың сұр заты сыртында, яғни нейрондар денесінен тұрады, ал ақ заты ішінде жүйке жолдарын құрап, нейрондар денесін байланыстыратын жүйке талшықтарынан тұрады. Ми құрылымдық және қызметтік ерекшеліктеріне байланысты үлкен ми сыңарлары 3 бөлімге бөлінеді. Бағаналы, оған сопақша ми, ми көпірі, мишық, ортаңғы ми жатады. Қыртыс асты ми, оған аралық ми, алдыңғы ми сыңары, және үшіншісі алдыңғы ми сыңарлары. Ал ұрықтың даму ерекшеліктеріне байланысты ми 5 бөлімнен тұрады. Сопақша ми, мишық, ортаңғы ми, аралық ми және алдыңғы ми сыңарлары. Барлық ми бөлімдерінің өзіндік атқаратын қызметтері бар. Жұлынның жоғарғы шетінің жалғасы болып табылатын сопақша ми арқылы жүзеге асатын рефлекстер. Қорғану, тамақ, жүрек қан тамырлар жүйесінің жұмысы, өкпе жұмысы, тыныс алу жұмысы және есту ақпараттарын басқарады. Артқы ми, оған мишық пен ми көпірі жатады. Ми көпірі ортаңғы ми мен сопақша мидың аралығында орналасқан. Сопақша ми ортаңғы миды байланыстырып тұратындықтан оны ми көпірі деп атайды. Қызметтері сілекей, жас бездері, шайнау, ымдауды реттейді. Өткізгіш жолдар арқылы орталық жүйке жүйесінің барлық бөлімдерін байланыстырып тұратын мишық. Оның қызметі қимыл қозғалысты үлестіру, тепе-теңдікті сақтау, бұлшықет қозғалысын реттеу болып табылады. Ортаңғы ми, артқы ми мен аралық мидың арасында орналасқан. Қызметтері теріде пигменттің түзілуін, кенеттен шыққан дыбыс, жарық, тітіргендіргіштерді бағдарлауды реттейді. Аралық ми қызметтері зат алмасу, жүрек қан тамырлар жүйесі, ішкі секреция бездерін, зәр шығару жұмыстарын, ұйқы жұмысын реттейді. Және осы барлық бөлімдердің ішінде ең жақсы дамығаны алдыңғы ми сыңарлары. Алдыңғы ми сыңарлары оң жақ және сол жақ ми сыңарларынан тұрады. Мұндағы әрбір ми сыңарында 4 бөлік бар. Бірінші, маңдай, төбе, самай, шүйде. Маңдай бөлігінде сезу қимыл аймағы орналасқан, төбе бөлігінде дәм сезу, иіс сезу аймағы орналасқан, самай бөлігінде есту аймағы орналасқан, шүйде бөлігінде көру аймағы орналасқан. Бүгін сіздер мидың қызметімен, құрылысымен таныстыңыздар.